Сәлем достар, дүние жүзінде 1,5 миллионнан астам жануардың түрі бар. Олардың әрбірі өздерін қарсыластарынан ерекше түрде қорғайды. Бүгінгі видеода солардың ішіндегі ең ерекшелерін көрсететін боламын. Ал сіз видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Ендеше бастаймыз. Аппасумдар, бұл жануар нағыз актердің өзі. Олар өздеріне қауіп төнгенін сезумен өлген сияқты кейіп танытады. Және олардың барлығы шынайы көрінеді. Олар дереу құлап, көздер ісіп, өте бір түрлі иіс шығарады. Майда балықтар. Су астында өмір сүретін майда балықтар өздерін акула немесе басқа үлкен балықтардан қорғау үшін шар сияқты пішін жасайды. Және бұндай көріністегі жануарға үлкен акулалардың шабуыл жасауға батылы жетпейді. Мүйізді кесіртке. Бұл кесіртке өте қорқынышты. Оның үлкендігі 8-ден 13 сантиметрге дейін болады. Қорғаныс үшін денесінде мүйіз сияқты нәрселер бар. Ол ақштың оңтүстік батысы мен Мексиканың солтүстігінде кездеседі. Ол өзін ерекше түрде қорғайды. Ол қарсыластарына көзі арқылы қан шашады. Ол қан улы болып, қарсыластарын өлтіруі мүмкін. Құмырсқалар. Құмырсқалардың негізгі құралы олардың кислотасы. Олар жай ғана кислотасын қарсыластарына қарай шашады. Бұдан бөлек олардың денесінде химиялық зат бірігіп, ерекше сулар бөліп шығарады. Ал бұл болса, ерекше иіс келтіріп шығарады. Құмырсқалар өз қарсыласына алыстан да соққы бере алады. Келес кесірткесі немесе варандар. Қандай атаумен атасаңыз да, бұл 6 тісті жануар өте қауіпті. Олардың тістерінің арасында өте қауіпті бактериялар бар. Бұл жануарлар қарсыластарын бірнеше рет тістейді және оның өлуін күтеді. Бақа. Лайсли бақасы ерекше түрде қорғанады. Жыртқыштардан қорғанбайды. Анығырағы, бұл жануар суық температура келуімен 7 ай бойы тоңып жатады. Теңіз қияры. Бұл жануардың негізгі қабілеті ол өз денесін қатты күйге тез арада айналдыра алады. Егерде оған шабуыл жасалса, ол у шашады. Теңіз қияры тез қалпына келетін ішегін шығаруы да мүмкін. Достар, осымен видео соңына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған Баян KZ арнасы.